Сәлем команда, сіздермен бірге мен Тоқтасова Айзада. Бүгін біз сіздермен YouTube каналдың профиліндегі шапканы әзірлейтін боламыз. Өткен сабақта мен сіздерге сол YouTube каналды қалай ашу керек екен туралы видео түсіріп сабақ көрсеткен болатынмын, сабақ түсіндірген болатын. Енді біз өзіміздің YouTube каналымызға кіреміз. YouTube канал. Кеше ашылған парақшамыз міне, осы жердегі ең бірінші біз өзіміздің атымызды өзгертуден бастаймыз. Не себепті? Біз ол жерде атымыздың жаніне партнер проекты профессия 21 века деп жазамыз. Алдағы уақытта біз комментарий жазып жұмыс жасаған кезде барлығының есімін аты жөнмен тұратын болса, сіздің аты жөніңіз осылай жаңағы партнер деп ерекшеленіп тұрады. Сол себептен біз бірінші атымызды өзгертеміз. Ол үшін өзіміздің парақшамызға суретіміз тұрған жерге кіріп, настройкаға кіреміз. Осы жерде измените в Google басамыз, редактировать. Өзіміздің атымыз және фамилияны қоямыз. Мына жерге партнер проекта профессия 21 века деп өзгертеміз. Сохранить. Ары қарай кеттік. Мұны көрдіңіздер ма? Осылай шықты, Так. Ары қарай кеттік. Енді өзіміздің парақшамызға кіреміз. Шығамыз. Так, бұлай жасай салайық, өзімізге кіріп. Бүйтіп қайтадан кіре салайық. Так, енді ары қарай кеттік. Мұны қараңыздар, басқан кезде мұны Айзада Тоқтасова партнер деп бағана біз жазғанымыз кетті. Енді біз мынау немізді, парақшамызды әрлейтін боламыз. Ол үшін бізге Canva приложениесі керек. Оны да кеше көрсеткен болатынмын. Canva мен қалай жұмыс жасау керек? Так, енді осы жерде бізде барлық дизайндарды көрсеткен болатын. Создать дизайн. Осы жерде настраиваемый размеры дейміз. Бұл жерде бізде 2560, 2560, высота 1440 пиксель болу керек. Создать. Міне, жаңа парақша ашылып жатыр бізге. Көрдіңіздер ғой, жаңа парақша ашылды. Енді қараңыздар, сол жақ бетінде загрузки бар, фото бар, элементы бар, тексті бар. Енді бізге осы жерде элементы керек. Элементыдың ішінде мынандай сетки бар. Осы сеткалардың ішінде біз қазір осының біреусін таңдау керекпіз. Біз осының барлығын таңдай алмаймыз. Осының ішінде мына 3 жолақша деген барды. Осыны таңдаймыз. Енді қараңыздар, біз осының ортасына ғана сурет қоямыз. Мынау экран, егерде біз мынаны түгелмен әрлейтін болсақ, онда неден телевизорден көретін болсақ, барлық экран көрінетін болады. Ал егерде тек қана ортасын ғана әрлейтін болсақ, ол біздің жаңағы компьютерімізден ғана көрінеді. Ал ары қарай кеттік. Бізге қазір осыған фон таңдайық. Фон. Так, фон. Осы жерде бір фонды таңдаймыз. Қап-қара болмасын, мүмкіндігінше ашық, әдемі болу керек. Осы жерде не істейміз? Мына жерге әкеліп қоямыз. Енді қараңыздар, бұл жерде арасында ақылы және тегін версиялары болады, өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Мысалға айталық, бір әдемі ашық жарқын түсті қояйық. Мынаны қояйық. Аламыз да, мына жерге әкеліп қоя саламыз. Біз фонды таңдаған кезде фон артқы жағына кетті. Мен әдейі фонды таңдап сізге көрсетіп жатырмын. Так, бұл бізге керек емес. Так, қайда кет қалды? Назад вернуть. Так, енді қараңыздар. Біз осы жерге бір суретті ғана таңдайық. Бізге бір әдемі сурет керек, бір фон керек. Айталық
болмаса өзіңіздің загружать еткен бір суреттердің біреусін таңдасаңыз болады. Мен қазір біреусін таңдайын. Мынаны. Бұны не істейміз? Аламыз да мына ортасына әкеп қоя саламыз. Көрдіңіздер ме? Бірақ бұл бізге аса қатты керек емес. Сондықтан бізге өзімізге керек фотоны таңдаймыз. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздерге айтатын нәрсем, дұрыс фон таңдаңыздар. Мен сіздерге жалпы қалай жұмыс жасау керек жолдарын көрсетіп жатырмын. Болмаса қазір басқа сурет таңдаймыз. Біз өзіміздің фотоны таңдаймыз дедік қой. Егерде өзімізге керек басқа фондар керек болса, онда Google-ға фоны деп жазамыз. Осындай өзімізге ұнайтын бір фондардың біреусін таңдаймыз. Мысалы, айталық, мына фонды дейміз да, осы жерге барып, сохранить картинку как дегенді басып, өзімізге керек файлдың ішіне сақтаймыз. Мысалы, для PDF деген бір не бар, мен фон деп жазып қояйын. Так, фонны деп, еш болмаса былай осылай жазып қоямын. Міне жүктеліп жатыр. Енді өзіміздің дизайнға барамыз. Осы жерде загрузить изображение или видео деген видеоны басамыз. Устройствоға кіріп, жаңағы біздің таңдаған, мынаны таңдадық қой, жүктедік. Осыны ашамыз. Міне бізге жүктеліп жатыр, өзімізге керек. Енді біз мына ненің фонның орнына, суреттің орнына біз өзімізге жақсы фон қоямыз. Міне бір рет қана басамыз, ол ортасына келеді. Осыны басып тұрамыз да ортасына кеп қоя саламыз. Түсінікті, иә? Енді біз бұл жерге біз мәтін жазамыз және сурет қою керекпіз. Енді мына элементтің ішіне баратын болсақ, түрлі бізге не керек? Элементтерді көрсетеді. Осы жерде біз бір рамканы аламыз. Так, бұл жерде рамка қойылып кетті. Осы жерде аламыз да өзімізге ұнаған кез келген бір рамканы алайық. Мысалы мына аламыз, мына жерге әкеліп қоямыз, одан кейін кішірейтеміз. Мүмкіндігінше суретті де жазуды да ортасына қарата қойыңыздар, себебі біз телефоннан көретін болсақ, мобильный телефонда мына шеті мен мына шетке дейін кесіліп кетеді. Сондықтан мына жердің барлығына әрлейтін болсаңыздар, ол телефоннан көрмей қалады. Сол үшін мүмкіндігінше мына жерге суретті, мына жерге жазуды қойсаңыздар дұрыс болады. Енді осы рамканы қойдық, осы жерге енді өзіміздің суретімізді қою керекпіз, иә? Фотоға барамыз. Болмаса өзіміздің загружать еткен, жаңа енгізген суреттеріміз біреусін аламыз да, бір кез келген суретті қоя аламыз. Мысалға, мына суретті қойып, өзіміз бірінші кесіп аламыз керегінше, осыны аламыз да, жағы ненің ішіне қоямыз, рамкаға әкеліп қоямыз. Мына фонға қойып жүрмеңіздер. Енді арғырай кеттік, текстке барамыз. Мұны сіздерге осыны бірнеше вариантта тексттер беріледі. Барлық шрифттар қазақша әріптерді оқи бермейді, сондықтан шрифт таңдағанда да мүмкіндігінше мұқият таңдаңыздар, иә. Мен бір кез келген біреусін таңдаймын. Мысалға мына бір шрифт. Оқиды ма, оқымайды ма, мен білмеймін, бірақ осыны қазір көреміз. Так, екеуі таңдалып кетті, біреусін удалить ете салам. Удалить элемент. Ал кетіп, мына жерде кішкентай жазу бар, бұны да удалить етіп тастаймыз. Так, назад вернуть, егерде қате жасап қойсаңыз, иә, мына бір кішкентай элементті аламыз да, delete пен басып өшіре саламыз. Ал кеттік, мына жерде енді несін мәтінін өзгертеміз. Желідегі бизнес дейік мысалға. Желідегі бизнес болмаса сетевой. Қазақша шрифтпен жазасыздар. Желідегі бизнес, бизнес в сетевом или желідегі бизнес дейік. Енді қараңыздар, бұл қазақша шрифтті оқып тұр. Мына астындағы фонды мен удалить етіп тастай салайын. Кедергі жасап жатыр, иә? Міне. Так, енді осы жерде бізге егерде шрифтіміз біздің көңілімізден шықпаған болса, онда біз не істейміз? Біз алып шрифтімізді өзгертеміз. Шрифтке барсақ, мына жерде түрлі шрифттер шығады. Осы жерде біреусін таңдаймыз, өзімізге ұнағанын. Оны көрдіңіздер ме? Мысалы, мына жерде әрпін оқып тұрған жоқ. Енді осының біз түсін өзгерте аламыз. Мұны размерін, мұны 16 кішкентай болып тұр. Так, 144 болса үлкен болады, оны сәл былай үлкейтуге болады. Одан кейін түсін өзгерте аламыз. Былай алып, жерден бетіп кез келген түстерді бет таңдасақ болады. Мысалға, бір жасыл түсті алатын болсақ. Так. Новый цвет.
мысалы мына жерден алсақ та болады, мына жерден алсақ та болады. Мына өзгерді. Көрдіңіздер ма? Енді бұны жақсылап әрлеу үшін мына жерде элементі дегеннің ішінде так, мына X-ті өшіп тастайын рамканы. Так, мыналарды аламыз. Қараңыз, бұл жерде бесплатно деп жазылып тұр, иә? Градиентті алып қарайықшы. Бұл жерде түрлі смайликтерді қоюға болады. Мынандай градиенттерді алуыңызға болады. Бүйтіп әрлеп, кәдімгідей бүйтіп не жасасаңыз болады, иә? Бүйтіп әрлеп қойып. Бұның түсін өзгертсеңіз болады. Мынандай қылсаңыз болады. Әр түрлісін қойыңыз. Мен қазір алып тастайын. Керек еместерді. Арасында егерде ақылы болатын болса, қараңыздар, онда ақылы сіздің неңізді сақтамайды, жұмысыңызды сақтамайды. Мысалға, бұлай істедік деге болды. Жалпы жұмыс осы болды. Енді біз бұны не істейміз? Біз бұны сақтаймыз. Скачать дегенді басамыз. Бұл жерде бізге рекомендуемді береді. Рекомендуем біз осы жерден мынау JPG-ді таңдаймыз. Одан кейін скачать дейміз. Дизайн сақталып жатыр. Так, сақталды. Показать в папке. Сақтаған жұмысымызды қазір көрсетеді. Мұны папканың ішінде қазір ашып жатыр, жүктеліп. Міне, біздің жасаған жұмысымыз осылай шықты. Енді біз не істейміз? Біз осыны өзіміздің YouTube каналымызға саламыз. Ол үшін біз өзіміздің YouTube каналымызға кіреміз. Так, мой канал. Настроить вид канала. Мына добавить оформление. Мынау біздің телевизорымыз. Мынау жаңа неміз, компьютеріміз, мынау біздің смартфон. Жаңа немізді таңдаймыз жасаған жұмысымызды. Загрузка фотография выберите файл дейді. Яғни біздің қазір жасаған жұмысымызды таңдаймыз. Ол бізде так загрузканың ішінде тұр. Так, қазір міне. Открыть. Міне, көрдіңіздер ма? Егер де мынау біздің телевизорымыз мынау болып тұр, телевизорден ашқан кезде осылай көрінеді. Мынау біздің ноутбуктан, компьютерден осылай көрінеді. Мынау телефоннан. Жаңа мен сізге басында айтып кеткенім осы. Мына екі шетіне дейін толықтырмаңыздар. Мүмкіндігінше ортасына дейін мына телефонда ол осылай көрінеді. Енді выбрать дейміз. Міне көрдіңіздер ма? Біздің каналымыз сақталды. Мен сіздерге өзімдікін көрсетемін. Өзімнің YouTube каналымды көрсетем қазір. Міне мынау менің өзімнің жасаған дүнием. Жалпы бүгінгі сабақ осы. Жалпы мен осы бүгінгі сабақты толығымен түсіндірдім деп ойлаймын. Сіздерге егерде менің сабағым қызықты болса, менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.